İçteki görüneceğiz. Gömül böyle çıkın diye kulaktır böyle. Gittim gelin. Özüm kaç. Qarday turda bitmez dövüşüm kaygın. Oha, çalған dünyada жүрсем дағы, haqiqattan қайтсам да Oyğan жүрек, oyğan çoğuqtavaşı. Çarçıvasın imanın uç kanat. Diriliktin çarığın izlep жүріп, dalğan boğu çalbay uç kanat. Bu dünyada bol boy değil enni hana. Özün çakı besiret benni hana. Dönüktü uykuğa gitti çekti. Diriliktin çarığı sende hana. Oyğan жүрек, сирек бол, күйіп башта, құр дүйнені жолатпай сүріп ташта, сүйі толсын бір ғана жаратқанға. Алы жүрген шығар, өмір жақсы. Жүрсі олды, қуы кекірдек майланып, көздер той бой, берсең дағы айталып, адамдықты көміп салып жүріңіз. Тірмеулердің өлімін айланып, шыға албай, жер дүниенің ішінен, напсен сөйлеп, қайтпай келет күшінен, жалғанға да шындыққа да бар бер, көйеді, өлген жандар ішінен. Қайтқан кезде қатасын та башқаның, жашап жүрген арқасында масканың, өзің бұзып, өзіңді да қуратқан, өлі қоңыл, өзіңді сақтаған. Таппа жолдай қорсап үшін жаттынан, топ тиімді, тоғылымды қартынан, жалған намға, сатқан ardına берен, желкен ішті, атақты артардан. Еске салып, о пұлдаған болышты. Костюм киіп, қатуы салып болышты. Ақыл маңдар кеп салысқан орда о. Ақыл айтқан, ақылсыздар болышты. Көрген сайын қаңырын түтемей, кет düşünmей айтсаң қайыр тікеле. Қошаматты жеті жүздің ұшақшы, келіп алған жан күнігін ülkede.
sağ ol. Taşlandı Cegit'teyim kızım. Kalıstıktın, çıkpay kaldı öncün. Көрөлдү бүт таштандыга алып турбай. Күнөөсү жок нәрестелер өз чындыгын айтат дечи артара. Бирок адам өзүн кирден кайтарат. Кайтарбаса өзү болуп таштанды. Өзгөнү да таштандыга алып барат. Баары таза болмоду сагыш. Бирок көз сырттан гана карашып, чолок сезим адамдардан жер шаары чоң таштанды челек болуп барат. Ошондуктан ордубузду билели. Таштандыдан таза болуп жүрөлү. Таштабастан адамдыкты адамды таштандыдан болбойбуз дейбиз. Күрөшүбүз өмүр бою күчүлүп. Жаңылабыз, өгүнөбүз жүз ирет. Көрүп жүрүп өзүбүздөй баардыгын көп адамдан үмүтүбүз үзүлөт. Бири келип шартыбызды түшүнөт. Мени келип баркыбызды түшүрөт. Мертебебиз кетип анан ден соолук мезгил бир күн качып бизди бүтүрөт. Бул жашоонун ак карадан түсү көп. Эч ким билбейт кандай тагдыр күтүлөт. Ошондуктан бүгүн жаса жакшылык. Бүгүнкүдөн эртеңкибиз түзүлөт. Мен өзімді бер жақсы талқылашқан. Тағаттарбас милдетін келбірігі. Таңыратына бір сирап алдым. Қарамышым ойларшым алдым, жұттым. Қайда барып адамдар жанталашқан. Үзіп мен де өзімді планымды түшіп менен жеке болған. Анқай, иш пайдасы кешті үші. Ақыбеттен терюінді түген. Тура түшін апа кел. Көп ойласон туурунда эмес, туура элек туя. Кууп алып курулайт ягымды, кумар кылып өлөмгө, түртпөй тартып турмуштун арабасын түшүрүп билем эч кыясатпы, тийбей алма бир пайдан кечирип бирок тийгизбедим эч кимге мында. Каалабаймын үмүттүн үзүшүңдү, каалайм апа сыйымдуу бүлүшүңдү. Актасан дейм эмгегиң аз өмүрдө калбасам жок турмуштан өнүшүңдү. Жамалыңдан айланам жаным апау, жаманыңдан өзгөчө. Үнсүздүктүн үнү бар чыркыр. Үнсүздүктүн менимди ырчыган. Үшкүлүгүн жүрөктүн бүткүлүнүн үйү ичке кантип мендин туралы. Тонуктуктун өңү бар жылтыраган. Тонуктукту көрдүм мен былдыраган. Сокко болуп ылайлап кеткенимде солганатым айнектей быркыраган. Кеткен кетти, өткөн өттү бирдей. Geçtim daire ağımının mindeyim. Kemiğe gençliğim o türülük. Gençliğe sevip anananın yedeğim. Kaydan çıkıp kaçan geldim bu cerge. Cer mindim mi? Su mindim mi? Bilbeyim. Kalan kaldı birim gözü bilbeyim. Bastım aşağı taygak yoldum mindeyim. Şan şökot toyken o türülük. Toy desem anananın yeni. Жашоо чиркин бир тамшанын
болко өтө берет бар. Эч бүтпөгөн керебет өтүп жаткандай, же болбосо бир таланттуу режиссер биз жөнүндө кызык кино тапкандай. Өркүндөдү артта калбай замандан эчен кино жаралбады адамдар. Өмүр өзү кино болуп сезилет. Эң таасирдүү тасмалардан жаралат. Сюжет тал, ала алмаштай башкага. Бирөө өлүп жан кыйналып жатса да, айлаганча катышабыз бар иди. Кино бизге жакпаса да, жакса да. Кызык убакыт өтүп татаал жүк менен анын баарын адамзатка жүктөгөн, көтөрө албай тажап кетсең билечү. Өмүр кино, кызык кино бүгүн. Өмүр кино, өмүр кызык, өтпөс кино. Мен дегендер жолдуда калышты. Мезгил күлүп, баарын жеңген жарыштан. Кимдин кандай экендиги билинет. Окурмун салса сыноо алыстан. Өмүр өтчүк болот. Тагдырлардан келгенин айтана, аял ооруп жаткан кезде төшөктө жайкалып кетебиз. Ал сүйүүсү ашып түшүп сүйүнөт. Барга жокко жашап келген күчүрөп, итке минип калган кезде күйөөсү аял кандай экендиги билинет. Адам күчтүү, дене бойдо сынбарда. Жаштыкка жалындаган жылдарда. Бала кандай экендиги билинет. Ата эне алдан дарып турганда. Бир каарында бир уяда жатышкан. Бир эненин балдай сүйүү таанышкан. Бир туугандын анык жүзү көрүнөт. Мурас болсо ата капысы. Балалыктан жолугушкандар десем, бийлик, байлык күтсө дагы башкача. Дос сыналган үчүн келет бир күнү кара болуп, кайгысынан калмас. Керек сөзсүз жолунда жашайт өңдө, жашайт коштоп түштөрдө. Чын сүйүүнүн бар экени билинет. Ортодогу кызгычылык күндө. Бирде күлүп, бирде ыйлап барган. Биз жашайбыз алты күндүк жалганда. Адам кандай экендиги билинет. Жараткан башкасы болсо. Эл тугундай жерин от дегенде, канча жан бар көксүн деген элдерге, экен кандай экендигин туябыз, бөтөн элде, бөлөк жерде жүргөндө.
жерім қырғызша емес. Новороссия, Камалозавод. Қырғыз жерім қырғызша емес. Михайловка, Ключевка, Конезавод. Қырғыз жерім қырғызша емес. Серафимовка, Быстровка, Орловка. Қырғыз жерім қырғызша емес. Сосновка, Покровка. Чүйдедағы Покровка, Гүлдедағы Покровка, Таластағы Покровка. Покровка, Покровка, Покровка. Қырғыздың жерінде деп атыyorum. Қырғыз жерім. Қызың жоқ па? Қиналып тұрғаныңда қырчоңдан апалаған. Қырғыз жерім балам жоқ па? Başынан iş düşkenden аталаған. Қырғыз жерім атың жоқ па? Атың қана? Ата-бабаң қалдырған. Ата-бабаң. Жер аттарымызды қиянаттық. Жерге, суға жасадық қиянаттық. Жаман емне жақшы емне ұғылады. Жақшымызды чыға чаптың болды. Өзгелерден төріп сыйлағандай. Өзімізді сыйлаған. Қырғызым ай, қылғырып тұрып елдің. Қырғызша жер аттың бағасын бұрмалады. Қырғызым ай, күзіңді ойға чыңып. Гүлчешіңді өкіріп ойға чыңып. Балық қанып отырған чалар санса. Балық чыңды өзгіріп бачы. Кетмеңді дененшін шалқыған жай. Кемин, ошың ген қолын қарқыран бар. А бирок ашуларың, жазуларың атынан айырылмаған қайсы жай бар. Жақшы емне, жаман емне ылғаладық. Баста қалып чындықты жұмаладық. Көрінгенге қалпақты белек қылып, көрінгенге қалпақты бұлғаладық. Қырғызым ай, жердіктен тұрып бердің. Қырғыз жақтың барысын бұрмаладық. Еңетілері өліп жетті. Еңетілері үйнен өтмеген. Қырғыздың өзін жанып сөзінше. Қырғызша қымызы жеректе. Қалай айтқылашы бұлар кем. Қырғыздың ақ қалпағын кибегенді. Қырғыздың есебінен күн көргенді. Туя албай еңетілген ұлылығы. Түбірі жан бөлісі берген. Ел жұртым айтқылашы бұлар кем. Бұлар кем. Өкілдер тілге күймесі, өздері тілге сүймесі, тоғыз үшін орынса, тоғыз шығып сүймесі, парламент баты болу, пайдасы ұлтқа тимесі, тілегіміз барлық өкілдер тіл үшін күймесі. Ұлытбек күйген асымдар, Төрәқұл, Жүсіп, Қасымдар, Атылы ешен алылар, байлығын орташындар, кепілсіз көңді жұмдырға кейді таппай жақындар, шыққыншылар Қырғыздан шыққанынан ардынан. Қайманға билігін араңы тамға байлаған, 37-ші моржында салқанын алсанған. Ұлытшыл бешет білмеген, ұлытың келмер сүймеген. Қырғыз деп келген дүйнегі, амен, Қырғыз деп өткен дүйнегі. Güçlerden ardın mı? Hıylap duran öçürme canlarında. Aldım, biz seni cırgatmadık. Halkız, bilmezsen kadın. Haylanayım Kırgızstan, haylanayım. Hava doğumdu uçakta aymalayın. Öçürme kardeşim, öçürme. Kadayımdı, uzmasın damlalar. Bütün boyun daima durun gerek. Hemen sağırında sunun gerek. Bizi geçir hatta jordaman olsun. Bir doğru seni kırgın. Bir doğru seni kırgın. Түндік, түштік, сай-сай деп чектеген
kalgan çekmemiz. Kırgız dediğimiz. Unutmuyoruz. Soğulu kızın çıkan bolsun. Zor birimlik biz üçün kural bolsun. Koktu olat sayfa bölüp bugün. Kırgız, Kırgız, Kırgız degen bir kana uran bolsun. Koşulmakta gün geçirdin canarmın. Dağlaşılır mide kurdu zamandın. Kançalagan padişalar çok bolgun. Maqtulusuna maqtıraşılır. Ardı ceyken, belki ceyke sekirgen. Adam doğru, mansar üçün esirgen. Ölpönemiz, özün süygün candardı. Geçir, meken. Ada çurtu, keçesi. Bilimi çok, eğercime kolum caraksız, anlayıcı dövsüt baldan namussuz. Bizge bergen babalardan amana, biz mekende ömür boyu kansız. Uşu günü ne gelir kayıplı değil. Urpaklar ey bizdeki ayıplı değil. Kırgızman ben hazır durgan beni. Kırgızlarga okşamay ayıplı. Kadır kağda bu günde kaynagan. Kayran Kırgız öz farkın caylap algan. Manas bizden babamız degen uyan. Maydalangan kalp üçün maydalangan. Biz bir kezde doğurdoy biye. Biz bir kezde mayda mesleri gelin. Жақшылықтар башталып тезден елден. Жарық қапқа жардамчы береді. Улуу мыйзам сақталып жазылмаған. Ұйытылып болу жұрт шашылмаған. Ар бір жана өзінің орнын біліп, асыл нарқын, населен қачырмаған. Арамдықты сындырып түзешіміз. Adallıktı, aklıktı, güzeçimiz. Saktap turgan dengetti bardık jerde. Okşuş dolçu, demirdi günözümüz. Kırgızlardan, Kırgızdan tuğmagan. Kıyın mezgili tüyler şuuldagan. Kırgız bolgum geledi, Kırgız bolgum. Kırgız bolu düynölü, en uluna. Kırgız bolu dünyönü en uluna. Otuz yaşlı, öyle öyleyse. Özüm doyup cügüm jongu atmadım. Büyük tartımdın moynuna algıdırgın, akınınday azap oynadım. Bilsem dağı, kuyuldüğünün salmadın, bilmekseniz sal özüm aldadın. O koyeniz azdırıp көп zamanda, çolkun bayday, döşümüz avar. Çiğir küttü, жолу кайдасы болбадым, чындык үчүн арнабадым кам жаным, айтма токтун айтканындай күн сайын аттымда адам болом. Толукта шейит көкүрөктө муңдалай, жашар бекем аброюмду, абийиримди булгабай, жагаланган колумду сейбөдүмбү, токтолбай, акыйкатты кыдабай. Bilek, olması bilin. Uru bilek uyuğu bilin degen, uyutkusu çok bilecek atamdın ulu boyuna siniri verin. Börgü baştan düşmөгөн biyik Kırgız, körgü şamday jarkıgan bilik Kırgız. Bilinmende bilinip, bütündüğün kölüktürgü jen olmayı bilik Kırgız. Tilin jaman biletin dikti. Tek sizlerden артынан erçip ketken, mezgilleri bolgon mu babalardım mekeninin bir buçun gelip gitti. Sayın taşını satmagan direk Kırgız, saltın biyik saktagan jeget Kırgız, sağın min jıldıgar kan tanıkın bar,
Бетіме тигізгенде сақалымды, заматта салчуынырен чатағымды, ойнатып жатқанымды білбей тұрып, оңбағын баланған чаға барымды. Жақшы түш көріп жатчым дайыма. Жаманы ұқтағанда сенен шапанымды, тойғызу үшін мендей қарышқырды сен толтырып кетчің елең дайым баштығымды. Атакемай, ал баштықтың антарыңандай, антарып салып тұрмын о сенен жаштығыңды. Уақыт өмірімді мұрда олам, чекеңден бір жүгіп мұрдағыдан. Атаке, атам, атоу, бізді қайтып бақтың әлі. Мен тапқаны чамақ бәрмейді. Dağlar yürüdü o
ушунчалыk тарыды. Эч нерседен кемди улассам өстүргөн. Ушул менен ата кемдин айыбы. Октом эзгиз болот. Кеттин аттын көзү жашын тамчылап. Ата, ичимге эч жүрүм жамчылап. Doğru. Kalp acıttı. Doktorun düşeceğim. Nijni Serafimovka'da kalkan Kırmızı'nın dışlarında bu düğünün ölü saldan dua okudu bir bakın. Tavuk boğuşu ölü saldan. Taş duvarlar canında balların ilgili geçtiğinde bak bırak bak verip bal bayıp durdu oturan mezgilinde kuğu komşular alışıyor. Kuğulgan dilini, kuğulgan öz oğlundan dilini kardan gelmiş, kardan çağdan çok. Başbağını tapmay koygun, bolgay bakmay koygun. Dalasın gör almay bir, tamağı tertibini gün almay bir. Dalasta çöküldü, dumanı çok çarpıklar. Bir çürüğün çaydan başımıza. Dalasın beş mal yapılayım. Dağ mülkü dağ, tamağı boğuk salın çarpıklar. Kuğuda yapıp çaçında, özü çok öz saygısın başında. Dalasına gelmiş, paygamber yaşında. Kalayık, kalmayın, kalkılar dalas bakkan, kadaki manas bakkan, kalkılar kırgız bakkan, kadaki çingız bakkan. Bir gün bir bakkan çok bu. Bir gün bir bakkan çok. Hırgul көңілі азырсың. Көчіп барат көзіңнен ақырсың. Тарихында қырғыз ел жоқ айлығы. Ата енесін қызыл батырмаған. Жығачты бұл жеген, кешені дап келгенде, менде ой жеп келіп қанған бір. Бұл жерде келіп жүріп, ат башының ақ болсын айырып. Ат башы жақты білем, ақ мұзды жақсы білем. Абироқ көргенден соң бағусыз қалған жалғыз кемпірді мен жүректі таш басқандай бастырмай. Тоғып атқан ат башыға, тоқойып атқан ат башыға, Алмамбет қосойып атқан асыл жер айранайын. Bir kemпір атқан жоқ. Bir kemпір атқан жоқ. Kuğurayla yargılanan, kuğurattı. Denizin karman albay bir günde uyuyattı. Karganda tayıp oldu baktım nege. Kaygının karmışına baktım ben. Cimanlayla gitmiş oldu casım ben. Özümdün cadınından çıkan kızdı, özümdün kuğup çıksın
мезгілде металл киген жолында оюндаған ағызып жатат жылдар айылды маған қоқыстан ертең ана көз жұмышсан кендік қамтанған жерден топырақ оюнбаған шалдарым ата қылып алып қалған ба кемпірді ене қылып алып қалған ба қағылайын қырғызым-ай қыштағың айылыңнан бер жаңадан шықпағың арбығым ырысыбыз кетіп барады боштық ыйманымыз кетіп барады қоштаған ерке мал тапсырғансып тапсыра башқыш қазіргі арларын көлді дағы күйді дағы бошты дағы қызуланып бұлысуларды қиянатты іштерге баспачы қиын кезде еттен да ташталған қырғыз қашан қарызын таштачы қарачы қыздарың қырчынында талап болған қымызың қымыз емес шалап болған ені бізде балдарың таштаған аз келгенсің атасын таштамайды енесін таштамайды адап болма қалайсың ба қырғыздың ел болсын қараңғыдан шықпастан жел болсын ушул кездің ел болсын түрмесін бел уланғызым жаудырап мал болсын қалайсың ба қырғыздың зар болсын қарларын жоғалтып зар болсын ушул кезде елге окшоп үйдө сүргөн улан кызым жаудырап мал болсын қырғыздар тоқтаула атасын таштағанды енесін таштағанды елдікқа қоштаула қырғыздар тоқтаула тоқтаусың қаныңды қақтайды белгін қайғын қаптайды белгін енесін таштағандар ертең еле башыңа азап түсті еліңді таштайды белгін атасын таштағандар ата жоқ таштайды белгін Тоқтаусың қайғың қаптайды бір күн, қаныңды қақтайды бір күн. Енесін таштағандар, ертеңіне башына азап түссе, еліңді таштайды. Атасын таштағандар, ата жоқ, таштайды.
Sen de жатамын. Бактылуум, карайгы буйгунум, азат берип жүрөгүмө жүргөнүм, кемдиги жокто көргөзүп келген, араманда жүрөк менин сүйгөнүм. Автобусқа түштүм народ табылган, үн алдынан сүйүүрү жаңырган, кой көздөрүн жалжылдатып бир сулуу. Ошо түшүп орун алды жанынан. Мөлтүрөгөн көзүн арбаган, эртинөгөн өзүн абайлаган, келе жаттык бирибизди бирибиз жайнап, нөшөрдү жайнап. Уйкусураак кой көздөрү илинди, ушунчалык чарчаганың билинди. Мээрибиздеп жүргөнүңдү башына, мен да астына тосуп койдум ийимди. Жамбыр жуган, жабадым жабадым, сыңбадыңа, сын жетпей бардым. Көр адамды өзүңдү көрүштү, каптаса да дүйнөнү карадым. Унчукпайсың. Тагын азаптанып, аябымды тартам демек. Кыш сүйгөн жүрөгүм менен сүйүп, сен кыш болсаң. Кезинде кылсаң эгер сага жаман, кечирим сурайм сенден тааныш адам. Көңүлүңдү оорутпаш үчүн кайра жаман көрбө, себепсиз алыстасаң. Унчурайсың, санагысың сендек. Айыбымды азайтып тартам демек. Үгүз сүйгөн жүрөгүм менен сүйүп, сени дагы үгүз болсаң демек. Мен аябам, бойлуу бугундарам. Сана калай сагынбай күтпө дагы. Мен кеттим өзүмдү табыш үчүн, жалгыздыктын шаарында тагдырдан. Карабайсың, кайга салсаң демек. Айыбымды айылып тартам демек. Жаңбырлуу жаз жүрөгүн сүйө турган, жүрөгүмдү ыйлатасың. Ортодо болду күндөр жакшы жаман. Өзүңдү жакшы кара, тааныш адам. Мен эми өр дүйнөгө көчүп барып, кайтып келбей баракта жашап калдым. Жылмайбайсың, акыркы сөз кылсаң. Жолдорубуз бөлүнүп, алыстайбыз демек. Кыш, күз, жаз айы сени менен өтүп, жайында коштошуп калышым керек. Мезгилдер өттү чыганда, мен айткан сөзгө кыйылба. Махаббатым, сүйүктүм жүрөгүмдүн жарымы, сезимди алдоо кыйын. Сен бар, улам өтсін, біз бұл жүрдік. Сен бар үшін тура жашап түз жүрем. Сені менен ғана қуатталып өсіп жүрем. Сен менен барлығын айырым. Сен бар тұрып, күн, жер, айда. Сен бар демек жашоонун бар байрамы. Сен менен бүттү ишимден кутулам. Сен болбосоң тапты. Sen var üçün men төрүмдөгүм. Seni жашайм, дарегим бар үйдөм. Бүгүн роман болуп сезилет, мен жүрөгүм сени мирасың сүйдүм. Акча
düşecektir başına. Mende bolsa turmuş katуу boroğlu, tuş tarafta çaçıl. Tağdır burcu taşlar menен atıldı. Senin anan, eğiliminin vatı, cehdi, yıllarımaz oldu. Hadi yaşsın, hadi uzatsın, ısıtıp kızsın. Ayçilerim, айдайсың жакшы. Алсаң егер жүрөгүмдү тапшырам. Эркегин алып, элгө берген. Күнүм сенсиң, асманымда жаткан. Гүлүм сенсиң, жыпар чачылаңкыран. Сүзгүн эркин, жыргап, куунап жөмүлүп. Сүйүм сага, өлгөн элек жолтуран. Арнайм сага, менде бар үмүт алчу. Ал болгон сүйүм сага күч алчу. Meni menен sen okşaysın bir kana. Mahabat, bir rahatla şalçı. Özün değil, ömür boyu candaşım. Öldürülandı, köp çırgaldan açım. O sevginin, hazır sana çılıyım. Ottayız, uçağın aç.
табыш, тереулік маған дар болу, дидарың көзді, көріп отырамсың. Жүйеніп білем, дүкілдіп жүріп батсын. Білімдің езі, сағындымсың, батчы. Құсал, ödülünü almıyor. Alan sayın doktor
aldaştırdı. Mahabbatan çok. Dayının çok daha beni dayanımdı. Kararlı göçmeyi koydular elimde. Millet çatkan ilesin sürekli kılıp. Körüp gelip bir kana elimde. Calkanca şoğman sayın azap oldu. Jolgarak bütün el banap oldu. Millet çatkan ilesin sürekli. Körüp gelip bir kana elimde. Tahtırdı bu. Smos'ta tartım olan sürütme can düğünem yaradar boğuttura Jol para Jol uçday sakın Var düğünemli bahçaday boğuzdap durdu Bul düğünem tümölükte oynap durdu Bir zamanla var düğünem vurganakta Bulutlarda bozdap durdu Sonra geçiyor ушул залда президенттин кеңешчиси катышкан, ректорлор катышкан, тарбия иштери боюнча проректорлор катышкан иш-чарада кээ бир вуздарда тарбиялык иш жок деген бир сөздөр айтылган. Мына мен бүгүн шуну көрүп туруп, тарбиялык иштер бар, наоборот ушуга чөп иш-чаранын астында ушуну көрсөтүп койсок болмок. Урматтуу агайлар, эжелер, кымбаттуу студенттер, кадырлуу коноктор, бүгүнкү жан дүйнөнүн аттуу поэзия кечеси ар бириңиздин жүрөгүңүздү толкуртуп, терең ойго салды. Сахнада жаңырган ар бир сап бул жөн гана сөз эмес, бул адамдын ички дүйнөсүнүн үнү. Бул жашоонун маңызы, бул адамдын сезимдеринин чыныгы чагындырылышы. Студенттерибиz бүгүн ата-эне, адам өмүрү, мекен, тагдыр, сүйүү жана адамзаттын баалуулуктары тууралуу терең ойлорду жеткире алышты. Бул жаштардын жөн гана билим алып жаткан эмес, алардын руханий жактан өсүп жатканын көрсөткүчү. Анткени билим менен тарбия айкалышканда гана шындыгы инсан калыптанат. Урматтуу студенттер, урматтуу жаштар, силер бүгүн өзүңөрдүн жан дүйнөңөрдү ачып, ички үнүңөрдү элге жеткире алдыңар. Бул чоң эрдик. Ар бир адам өзүнүн ички дүйнөсүн уга билсе, ал өзүнүн жашоосунда туура багыт таба алат деген терең ишеничтемин. Биз көп учурда оңгу жол деген түшүнүктү колдонобуз. Оңгу жол бул адамдын ички дүйнөсүнө чыныгы жолду табуу дегенди билдирет. Ар бир адам сырттагы ызы-чуудан эмес, дал ошол ички үнүнөн багыт алышы керек жана ошондой болушу керек. Жан дүйнөнүн үнү бул эң чынчыл, эң таза үн. Эгер адам өзүнүн оңгу жолун таба алса, анда ал жаңылбайт. Ал жол акыйкаттыктын, адилеттиктин, адамгерчиликтин жолу. Бул жол адамды бийиктикке жеткирет, коомду өнүктүрөт, мамлекетти бекемдейт. Поэзия бул адамды ошол оңгу жолго жетелеген күч деп ойлойм. Ал адамды ойлонтот, тазартат, багыт берет. Бүгүнкү кечеде биз дал ошол күчтү сездик. Урматтуу катышуучулар, биздин максатыбыз билимдүү гана эмес, жан дүйнөсү бай, ой жүгүртүүсү терең, мекенине кызмат кылган инсандарды тарбиялоо. Бүгүнкү иш-чара ушул максаттын ишке ашырып жаткандыктын далили деп эсептеймин. Сөзүмдүн аягында айтарым, ар бириңерге өз жан дүйнөңөрдүн үнүн уккула демекчимин. Ошол үн силерге жолду көрсөтө алат. Ал жол чыныгы жол, ал жол инсандык жол. Бүгүнкү керемет кечени уюштурган студенттерге, окутуучуларга терең ыраазычылык билдирем.
силердин талантыңар, силердин ойлоруңар бул биздин келечегибиз. Урматтуу кесиптештер, мен буга чейин кээ сөздөрдү айтчумун, кыргыз эли улуу эл. Себеби дегенде бизди Манас жана Чыңгыз Айтматовубуз бар деп. Например, ошол жанагы 7 миллион калкы менен Чыңгыз Айтматовго окшогон жазуучуну бергенде жазуучуну почти 1,5 миллиард калк бар, Кытай эли бере алган жок деген салыштыруу бар. Бул жагынан айтканда кыргыз элинин эч качан аягы үзүлбөйт деген терең үмүттөмүн. Себеби дегенде уучубуз бар эмес, мына ушул балдардай, ушул студенттердей уул кыздарыбыз бар. Мен бардыгыңыздарга бүгүнкү күндүн жыйынтыгы менен эртең менен рапорт бересиздер, ректорго айтып, бардыгыңыздарга алкыш жарыялайм. Жаштар комитетине ушуну ол жерде отуруп жан дүйнөсүнүн үнүн улаткан студенттер эмес, бүгүнкү серия кылып кайра кайталап бир 3-4 жолу бөлөк структуралардын студенттерин да чакырып көрсөтсөк, бул жашоодогу тарбиялык мааниси абдан чоң үндү угууга болот экен. Ошондуктан агайлар, мен эгер азыраак айтып атсам, проректорлар бар жерде Назар Кушеке, Күбарбек Турганова, Мырзият Камшек, сиздер де бекитен сөз айтпайсыздарбы? Урматтуу студенттер, кадырлуу кесиптештер жана замандаштар. Сіздердің бүгінгі мейнетіңіздерге адамдықтарына мен разы боламын. Мен бүгін сүйүүнү көрдім. Сүйүү качан башталат? Адамдын акылы менен жүрөгүнүн гармониясы болгон жерде сүйүү болот. Сүйүү мекенге арналат, ата энеге арналат. Эго үчүн ал чексиз алам, ал чексиз океан. Сіздердің бүгінгі кешеңердің фабуласы, композициясы мағайға жақты. Өңесінің жақты. Өңтің мұңғылу балалықтарын, табылу жерлерін қармақсына. Ал ата-ене. Қырғыздар атаны мекенге оғышмайды. Ата мекенде туған жерде туырды жиренеге салыштырбайды. Бұның маңызы, семантикасы чексиз. Ал ұзақ тарихи жолды басып өткен елдің үшін. Мына біз бүгінгі күнде 4-ші рет мемлекеттік әрекет қылып жатырмыз. Қытайдың құлақтарынан қарағанда biz 2200 жылдықты белгіледі келеді. Анда ал маалыматта Кыргыз деген мемлекет талқыланды деп жазылған. Демек ага чейин мемлекетибиз болгон экен да. Андан кийин биз уйгурларды талкалагандан кийин держава курдук. Ада кызыктуу мазмунду тарыхтын бир чоң дайрасы. Элим кеңештин ордуна биз жарым-жарыктан мемлекеттүүлүккө ээ болдук. Ал эми азыр эгемендүү мемлекеттин ээлесибиз. Демек байыркы эл мекенин ээлесине салыштырган. Жерин атасына салыштырган. Ошондуктан бүгүн силердин аткарган композицияларда жеринин образы өткөн менен бүгүнкү күн менен келечек менен синтезделип ушунча жаш катай образын бере алды. Муну үчүн мен силерге таазим этем. Анткени силердин жан дүйнөңөрдө инсандык турпатыңарда, студенттик маанайыңарда
рухий революция жүріп жатыр. Ошоны силер өзүңөр жасап атасыздар. Ошол аркылуу бизге аябай таасир берди. Ушундай чыгармачылык жан дүнөгөрдүн жалындуу болуп тургандыгы бизди кубандырат. Айрым жигиттер ыйлап аткарбапты. Мен тарыхтын тереңине сүңгүп кеткенсиздер. Экинчи чоң компания албетте сүйүү. Сен жаштыгыңарды өзү сүйүү. Сен баарына келечекте ата болосуңар, эне болосуңар, аңыз ыйык кайрыктарын түшүнүшүңөр керек. Эмне үчүн? Байлыктын маданияты бар, цивилизация болгон француз эли көчмөн цивилизациянын күчтүү өкүлү Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынан таң калды. Андагы Данияр менен Жамиланын сүйүүсү алар үчүн таң калыштуу, кызыктуу жана мазмундуу болду. Көрсө, кандай гана эртес болбосун, кандай гана муң болбосун сүйүү менен кездешет. Бирок жараткан баардык адамдарга сүйүүнү бере бербейт. Ал таалайбы адамдын тагдырына түшкөн. Караңыздарчы, Мырзагүл менен Султанмураттын сүйүүсү. Эмне деген керемет сүйүү. Анын токуп берген жүз артысы эмне деген подтекстер айтып турат. Ошондуктан силер ушул улуу нерселерди түшүнүп атканыңызга мен сүйүнүп атам. Ошонун аламына кирип, ошол дүйнөдө жашап, анан бизге тартып атканыңыздардын өзү бул силердин бул жеңишиңер, ийгилигиңер. Демек, biz sizlerdi turmuşka dayanıp жатыптырбыз. Силер бизди кайра турмуштук чакырыктарга үндөп жатырсыңар. Бул интеграция айымды боло берет. Ал эми силер күнүгөр биздин үйүбүзгө караганда жаштарга таасир берет. Анткени силер алар чоң замандасыңар. Ошондуктан урматтуу студенттер, бул композицияны поэзия кечесин даярдаган департаменттин улан-кыздарына, ректораттын атынан, биздин окутуучу профессордун атынан терең ыраазычылык билдирем. Жашасын улуттук университеттин таланттуу студенттери. Назаркул агайдан кийин сүйлөш кыйын да, чынын айткандачы. Ушундай жалындуу сөз айтылгандан кийин кандай гана бүгүн ыйлап уктук. Бул деген жанды байыта турган нерсени силер аткардыңар, студенттер. Силерге чоң рахмат. Бир четинен мен кыскача эле айтып коеюн. Агай көп биздин оюбузду айтып коюшту. Ректордагы, Назар агайдагы. Бул жерде мен Россияда окугам. Бирок ал жерде биз кыргыздар чогулуп отуруп, ушундай кыргыз ырлар тыңдап, ырларды бири-бирибизге айтып берип, кыргызча сүйлөгөндө ошол жактан үйрөнүп келгенбиз чынындачы. Ошон үчүн бул жерде биздин жазуучулардын ушунчалык бийиктик сөздөрүн ошол жерде маанисин ошол жактан түшүнүп келгенбиз. Бул жерден жашаалды түшүнбөйт, бирок башка жакка чыкканда сен кыргыз экениңди билесиң ошондо. Ошондо бүгүн силердин айткан сөздөрүңөрдү мен жүрөгүмөн көрдүм, баардыгын теңчи. Бул жерден эми эң чоң заслуга ынтымактуу болуш керек. Бул өздөрү балабыз биздинчи. Анын командасы. Сен дайыма ушундай чыгармачылсың, аябай өткүрсүң, өз дагы чоң ойгон да, бул жерденчи. Анан бул жерден сунуш кеттердим. Бул запись болду да, бул программа балдардын аткарганы. Ошону передачага көрсөтүп, телевиденияга чыгарсак кандай сон болот эле? Бул кандай тарбиялык иш деп айткандар. Улуттук университетинин ошондо деңгээлин, күчүн, бийиктигин ошондо деген РТРКдагы, КДРКдагы сүйлөшүп өткөрөлү, эртең эле сүйлөшөлү.
Макулы, мындан передачалар дайыма жаңырып туруш керек. Силердин жүзүңөр кантмакай ушундай сулуу. Сөз жок. Рахмат силерге. Доктор Курсатович, урматтуу агайлар эжелер, кымбаттуу бүгүнкү кеченин авторлору. Бүгүн сиздер bu alamda болгон бүтпөс түбөлүк тема, түбөлүк баалуулуктарды сүйүү, ата-эне, жаратылыш, өмүр, жана башка жана жүрөктүн кылдарын чектен козголгон. Агай туура эле эскерди. Кечээ күнү биздин президенттин кеңешчиси биз алатоо жазып болгондо тек күздөн баштап даярданыш керек dedi. Bizim adam biraz vakit mıhtı pasamaktan koyup koydu. Demek bunun özü rektorumuz жақсы oydu aytты. Demek bunu hazır biz bunlar bu жерде bir 300'de bala oturan bizde bir massa oydu. Bardық fakültetlerde, bardық biz ertenki gelecek studentlerin siletin kurat жазары. Bunlar psikologiyalык kuratlarına ушунчалык биринде аптан өзүнө сиңирип алуучу куракты. Ошондуктан бүгүнкү айткан агай эжелер айткан тилекке мен да кошулам. Муну менен калбаса керек. Сценарий коюп, аягына программасын баардык түзүп турсуңар. Мунун өзү молодцы, азаматсыңар. Узун өмүрлүү болгула жана өзүңөр айткан тилек, баалуулуктарга дайыма канат сермеп алга учура берет. Рахмат. Сандализде разышылык каттар тапшыруу үчүн сахнага Кыргыз улуттук университетинин ректору Чоңтоев Доктурбек Токтосарович агайды чакырып алышат экенбиз. Сизге Кыргыз Республикасынын билим берүү, жаштар саясаты жана спорт тармагында өнүктүрүүгө кошкон зор салымыңыз, активдүү жарандык позицияңыз, талыкпас түзүлүү эмгегиңиз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Ишиңизге ийгилик, жакындарыңыздын жарында, жалпы элдин кызматында аман болуңуз. Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Муратбеков Табылды Муратбекович.